Петропавлға кеш келген көктем тұрғындарды біраз әбігерге салды. Ауа райының күрт жылу салдарынан қар еріп, қаланың шеткі аудандарын су басып жатыр. Ал солтүстікке биыл қардың шамасы әдеттегіден 2 есе көп жауғанын ескерсек, тұрғындарға түскен ауыртпалық та едәуір. Вот все в воде, вся мебель в воде. Вчера у меня уровень воды вот так вот был. Хорошо еще. Вечером откачали, вот утром опять та же история. Бұл Ойқала ауданының тұрғыны Оксана Штепанның үйі жексенбіден бері баспанасы судың астында қалған. Сөзінше, үй ішіндегі судың деңгейі 15-20 сантиметрге дейін жетіп қалады. Ал суды үйден сорып шығарғанымен оның деңгейі көбеймесе азаяр емес. Вот за 15 жылдың ішінде алғаш рет осындай жағдай орын алды. Енді қайда баратынымызды да білмеймін. Оксана мен көршілес тұратын 20 үйдің тұрғындары дәл осындай күй кешуде. Тұрғындар барлығына жұмыстарына салғырт қарайтын тиісті органдарды кінәлап отыр. Құбырлар мен арықтарды уақытылы тазартса, бұл жағдай алдын алуға болар еді дейді. Айналадағы судан шаршаған халық шағымымызды тыңдар жан жоқ деп ашынады. Қар кетер кезде мына канаваларда әлгі пары бар ғой. Сонымен жылтып ертіп жіберсе мынандай су болмайды ғой. Бауырым, бәрі ағып анау есілге кетеді. Бұл анау лопатамен қолдарын ұстап жай жүр анау барлығы. Жай ақша төлеп жатыр. Ал жауапты органдар үйлерін осындай күйге жеткізген тұрғындардың өздері кінәлі дейді. Әкімдіктің көмегін күтпей қалталарынан ақша шығарып өздері жұмыс жасаулар дейіз. Ал тәулік бойы жұмыс атқарамыз деп ақталған жауаптылар қолымыздан келгеннің барлығын жасаудамыз дейді. Үкіметтен сұрайды, еждевенеде отырған сияқты барлығы да. Біреу де қолын ұстап, күрек алып жұмыс істегілері келмейді. Жасы да, кәрісі де. Енді 47 мың метр ашық не бар? Жырақа. 47 метрге күнде 1 метрден 47 мың адам керек. Если адам халықтардың өздері көмектеспесе, кім оның барлығын істей береді? Биылғы жылы атылмыш жұмыстарды атқару мақсатында қала бюджетінен 13 миллион теңге бөлініпті. Мамандар тиісті шаралардың барлығы жасалып жатыр дейді. Дегенмен су астында қалып жатқан үйлердің саны сағат санап артуда. Тек бір күннің ішінде құтқару қызметіне қоңырау шалатындардың саны 200-ге дейін жуықтап қалған. Ал көмек олардың тек 75%-ына ғана көрсетіледі екен. Петропавлда қардың еруі енді басталып жатқанын ескерсек, бұл қалаға төніп тұрған үлкен апаттың тек басы ғана.